көптеген адамдар бар, иә, мысалы кедейдің рөлінде ақша жоқ қой, біз қарыз төлеп жатырмық қой, өмірі жетпейді бізде, мә 5 балаға жеткізе алмаймын мен, бәріменен ақша сұрай береді деген сияқты. Ойбай, Нұржұман Ықтымбаев емес, Сұлтан Бейбарыстың рөлін ойнаған кім еді, айтып жіберіңіздерші қыздар. Кешіріңіздер, кешірім өтінемін. Нұрмахан Жантөрин ойнаған жоқ па, иә? Нұрмахан Жантөрин 64 жасында қайтыс болған. Сұлтан Бейбарысты ойнаған. Сұлтан Бейбарыс 64 жасында қайтыс болған. Вот, пожалуйста. Сол сияқты өмір бақи бір кедейліктің беріш, ана тойға барса дастарханнан алғысы кеп тұрады, той баста дейсің, той бастады алып кеткісі кеп тұрады, үйіңе келсе қош келмейсің ба, маған бере саш, қалған мен жей салам ғой, біз жеп қоямыз ғой деген сияқты ала бергісі келетін адамдар болады. Вот понимаете, яғни анандай ғой, бір кедейліктің состояниесіне кіріп алады да. Біреулер болады, дымы жоқ та, бірақ бай сияқты жүреді, шашып жүреді. Вот реально бай болады солар потом. Поэтому біз ана үй алуға байланысты визуализация жасаймыз. Күнде 2 минут, 3 минут тура өзіңнің үйіңге өмір сүрші. 3 минут уақыт, 3 минут телефонды қойып қой да, 3 минут өзіңнің үйіңде күшті музыканы қойып қой. Өз үйіңде жүрсің, кухняңда бауырсақ пісіріп жатырсың, мына бөлмеде балаларың ойнап жатыр, керемет кең, аппақ үйің. 3 минут мысленно өмір сүрші, мысленно. Потом көресіздер. Ертең мына 2 күн, 3 күн ретрит болады, бізде 2 күні проработка болады, перерождение болады, 3 январь күн азаннан кешке шейін обидамен жұмыс болады, қорқыныштармен жұмыс жасаймыз. Қатты қорқамыз. 4-ші күні бізде бизнес масштаб, бизнес ашу, осының барлығымен жұмыс жасаймыз, и сол жерде біз осы состоянияға кіруді үйретемін. Альфа состоянияға кіруді үйретемін, бета состоянияға кіруді үйретемін. Мақсаттарымызды жазуды үйрететін болам, Алла қаласа. Бағасы 100 000 теңге болады. 3 күн онлайн болады. 100 000 теңгеге сіздің рекламаңыз арқылы құрақ көрпені кеме 70 000-нан сатып жүрмін дейді. Құрақ көрпе деген қолдың еңбегі ғой, ол қымбатқа бағалану керек, ручная работа. Ол еңбек қой, біреудің анаяқтан алып нақып сатып жатқан жоқ, адам тігеді оны мысалы да. Мигрень емделе ма? Конечно, емделеді. Рак емделеді ғой, рак. Қалай емделмейді? Мне кажется, если у меня будет большой дом, зайдут воры через окно. Вот. Динаркин. Проработка. Срочно развод сразу алынады. Бұл мен уже көріп тұрмын. Қайдан келгенін бәрі түсінікті болып тұр маған уже. Уже түсінікті болып тұр. Мен де Тұқсонды қиялдап, қалай оған жеткенімді. Гүлзат Ақұртбекова Құранды жатқа білетін ұстаздар міне. Мен Тұқсонды қиялдап, Құранды жатқа білетін Хафиз Гүлзат ұстаз. Қиялдап, қалай оған жеткенімді білмей қалдым дейді. Видите, жақсы нәрсені ойлау, жақсы нәрсені сөйлеу, армандау. Алла біздің ойымыздағыны білет дегенің дәлелі ғой осы. Мен Тұқсон хочу деген жоқпын, қиялдап, ойладым. Алла менің не ойлағанымды уже біліп тұр ғой, уже береді ғой. Мен үй техникасын жасап, өз үйімде қонақ күтіп визуализация жасағам дейді. Вот, пожалуйста. Визуализация 100 емес, 1000 да 1000. Мен мысалы үшін көктен ақшам жоқ кезде, бассейн бар, виллам болады деп визуализация жасағам. Аллах қойыпты. Постоянно жасадым, оны алдық. Одан кейін бір қызық айтып берейін. Маған бір қыз келіпті Стамбулға, маған айтады, енді айтпай қойын, не бизнес екен, күшті бизнес жасайды екен. Оңтүстіктің қызы да. И ұялғым келеді дейді. Сонда осы уақытқа дейін ұялмағансыз ба? Ажырасқаныңыз қанша болды? Ажырасып кеткеніме 8 жыл болды. 8 жылда неғып ұялмадыңыз? Білмеймін, аренда нормально. Мен айтамын, қалай нормально аренда? Проработка жасайықшы дедім. Үйге байланысты, мне кажется, сізде бір блок бар сияқты десем, жоқ, вообще ондай блок жоқ. Үйге байланысты вообще ештеңе жоқ. Сөйтіп, проработка жасаған кезде, қараңыздар, әкесі қайтыс болып кеткен, анасы екінші күйеуге тиген. Анасы екінші күйеуге тиеді. Представляете, екінші күйеу өліп қалады. Екінші күйеу өліп қалғанда, мына анасы 3 баламен екінші күйеуге тиген, екінші күйеуден тағы 2 бала туған, 5 баласы болған, иә. Сөйтіп тұрып жатқанда екінші күйеу қайтыс болып кетеді. Екінші күйеуінің туысқандары келеді де, әйелге айтады, үйді босат, бұл біздің үй дейді ғой. Сөйтіп бұлар далаға шығарып тастайды. Бұндай үйге байланысты үйден айырылып қалған, үй өртеніп кеткен, сұрақ болған кезде біз ешқашан үй аламайды екенбіз. Мен соны білдім сол кезде. Сөйтіп, жаңағы арендада жүре береді, не опасно. Если менің басымда үй болса, ол үйді біреулер тартып алса, это страшно. Мен сол үшін үйге жоламаймын. Видите, блок деген қалай қалыптасады. Ретриттен кейін визуализация жасауды үйретіңізші. Визуализацияға үй мен машинаға мен дайын медитация беремін ертең. Соны жасайсыздар өздеріңіз.
мынандай Бибігүл ханым қандай күштісіз. Сізді тыңдап техникаларды жасадым дейді. Өзімді тілімді тәрбиеледім. Баланы ұруды қойдым. Это керемет результат. Есесіне адамдармен қарым-қатынасын жақсарып бастады. Қазіргі қорқынышым күйеуімнің сейфке салып қой деген ақшасын жұмсап қоямын дейді. Үстім, қолым, денем барлық жер қыши береді. Ақшаны жойып жібергім деп тұрады. Баймен ара қатынасты дұрыстағым келеді, бірақ ашулана берем. Қайыс менікі екенін білмеймін дейді. Мадина ханым, мен пока сізге бір примерно бір нені көріп тұрмын, ситуацияны, бірақ мына елдің алдында оны айта алмай тұрмын. Өкінішке орай. Почему ситуацияңыз қыши береді, екеуіңізбен отношения қиын болып тұр. Примерно примерно психосоматикасын, если не қателеспесем, примерно білетін сияқтымын. Ретиттің бағасы 100 000 теңге. 100 000 теңгеге қыздар, пожалуйста, жалғыз қатыспаңыздар. Қастарыңызда біреу болсыншы. Өйткені екі адамның бір-біріне жасайтын техникасы бар. 6 жыл бұрын менің өмірімді 180 градусқа өмірді өзгертетін Аллах тағала ғой, нәтиже беретін Аллах тағала. Мен просто себепкермін. Мысалы, ағылшын тілінің мұғалімі сізге ағылшынды үйретеді. Мұғалім мықты болса, сіз күшті сөйлеп шығасыз. Солай ғой. Математиканың мұғалімі күшті болса, сіз математиканы жақсы біліп шығасыз. Мұғалімді жек көрсеңіз, сіз математиканы да жек көріп кетесіз. Солай ғой, мектептің заңдылығында. Сол сияқты психологияда сондай. Мен себепкермін, мен сіздерге айтушы, үйретушімін. Нәтиже Алладан ғой. Алла өзі реттеп бәрін күшті қылып қояды. Ертең 2-ші, 3-ші, 4-ші январь 3 күн бойы 6 сағаттан 18 сағаттық проработкаға келуге дайын болсаңыздар, қастарыңызға бір қыз ба, ұл ма етіп алыңыздар. Ретрит онлайн болады. Азаннан кешке дейін ғана отырамыз. Адамдар санаулы болады, аз болады. Маған қыздар қызық жазып жатыр. Мен вообще тиктокқа кіргім келмейді, өйткені бір негатив көп сияқты ма, или менің страхым бар ма, білмеймін да. Сөйтсем қыздар айтады ғой. Ылғи тиктоктан келгендер алып жатыр деп жазып жатыр. Қызық, иә. Тегін істесеңіз, Алла үшін сол жақсылықты. Неге кірсеңіздер, Инстаграмға, Ютубқа кірсеңіздер, менің тегін сабақтарым толыпты. Тегін проработкалар да бар, тегін сабақтар да бар. Пожалуйста, жасай беріңдер. Бірақ ретритті тегін бере алмаймын, өйткені мен 18 сағат бойы азаннан кешке шейін сөйлеймін. Қай мектептің мұғалімі тегін сабақ береді, қай дәрігер сізді тегін қарайды, қай аспаз сізге тегін тамақ істеп береді, қай жерде тегін донер береді, қай жерде тегін киім береді сізге. Құны жоқ па сонда ол нәрсенің? Ретитке қызым басқа жақта, мен басқа жақта қашсам бола ма, телеграмда бола ма, зумда болады. Айсұлу ханым, 9941 номеріне жазыңызшы. Тиктокта өйткені холодный аудитория. Тиктоктың заңын білмейді екем, тиктокта 1000 адам отыр ғой. Не үшін мен бағасын қымбат қылып қойдым? Арзан қылсам адам көп болып кетеді, мен егер алмаймын. Сол үшін арзан аз адамдарға нәтиже көрсету үшін бізге көп адам керек емес. Сол үшін 100. Әйтпесе мен 10 000 десем де болады, онлайн ғой, бәріне сатып жесем болады қазір 10 000 теңгеден деп. Просто маған адам көп келетін болса, оны егер алмай қалам. 10 000 теңгеден 1000 адам алғанша, маған осы 100 000 теңгеден 10 адам алған тиімді да. Вот. Мен проработка жасасам, жақындарыма зиян кете ма деп қорқам. Қорқыныштарым зиян кете. Нет, қорықпаңыз. Қайта жақындарыңыз да өзіңізде де қуанышты боласыздар. Олай болмайды ғой. Проработка деген барлық нейрондарды өз орнына қою. Қорқыныштар кеткен кезде успокоение пайда болады. Вот сол кезде не үшін маған сабаққа қатысқан кезде барлығы айтады да, особенно менде мына жерде сабақ бар ма екен, мына жерде бір хат бар еді маған. Еркек адам жазды ғой, мен сізге әйелім үшін рахмет айтайыншы. Менің әйелім андай айтқанға көнбейтін қырсық дейді да. Сондай бірден айтсаң бас сала береді. Вообще еркек сыйлай алмайтын еді. Сіздің сабаққа қатысып керемет сондай результат болды деп маған еркек адам жазған болатын. Не үшін әйелдер өзгереді? Өйткені состояние өзгереді ғой. Сестрам екеуміз алып едік, екеуміздің жұмыс графигіміз келмейді, бөлек көрсек бола ма, менімен жұмыс жасайтын едім дейді. Екі жақтан екеуіңізге бір ғана ссылка беріледі. Бірақ адам, бірақ экраннан көре алады. Хочу что-то начать, но почему-то что-то держит. Скажите, это из-за чего? Что-то хочу начать, но что-то держит. Бірдеңе істегім келеді,
бірдеңе ұстап тұр. Бірдеңе деген не? Бейсанадағы қорқыныш. Это есть бірдеңе. Мен түсінбеймін не екен. Түсінбеймін. Сол үшін біз бейсанаға кіреміз. Ертең осы 3 күндік разбордан кейін, Алла нәсіп етсе, сіздерде энергия көбею керек. Енді өздеріңіз көресіздер ғой. Міне осы жерде қазір 540 адам отыр. Инстаграм, ТикТокта 830 адам отыр ғой. Ертең ретриттен кейін де прямой эфирге кіреміз. Прямой эфирге кірген кезде осы кісілердің результаттарын естіген кезде тағы бола ма, өкініп қалдық қой деген әңгімелер көп болады. Номерді бір айтайын, жазып алыңыздар, иә. 8702 237 99 41. Балаңыз үшін қорқып жүре бермеңіз, қорқыныш орындалады. Авариядан қорқасыз ба, қорқыныш орындалады. Күйеудің изменасы, ажырасып кетуден қорқу, енем ажырап жүретін сияқты, ақша ала алмаймын, ешкім маған сыйлық бермей жатыр, күйеуім мені жақсы көрмейді, немесе жаңағы масштабқа шыға алмаймын, жұмыстан шығып кеткім келеді, шыға алмаймын, жұмыс таппай жүрмін, ақша таппай жүрмін, с мамой отношения плохие. С мамой отношения жаман болған кезде енемен қайдан жақсарады ол? Уже ертең енемен жаман болады. Енеден кейін қызыңмен жаман болады. Одан кейін уже құдағиға көшесің. Ешқандай құдағимен қырылып жүрген адамдарға қарашы. Бәрімен керемет отношения еді, осы құдағимен ғана сондай дегенді естідіңіз бе? Жоқ. Адам бірінші өзінің анасына ренжіп бастайды. Одан кейін енесіне ренжіп бастайды. Одан кейін қызына ренжіп бастайды. Одан кейін құдағиға көшеді. Солай жалғаса береді. Менің бойымдағы реніш ол шығып кеткен жоқ. Ол әр адамға қарай өтіп тұрады. Мысалы үшін мен әкемді жек көрем, өйткені әкем жауапкершілігі жоқ арақ ішкен. Енді мен күйеуімді жек көрем, өйткені күйеуімнің жауапкершілігі жоқ арақ ішеді. Одан кейін мен ұлыма өтеді уже бұл проблема. Ұлыма өтіп бастайды. Лишний вес неден, енді оның әртүрлі сапа несі бар, лишний вес. Көп осуждениеден, басқаларды осуждать етеміз ғой, немен семіріп алған, сол кезде бізде автоматтан көтеріліп кетеді. Бұл бірінші. Екінші, неправильный программадан семіріп кетеді адам. Мысалы, бір адамдар айтады, мен қанша тамақ жесем де семірмеймін дейді, это установка. Мен су ішсем де семіріп кетемін, бұл да установка. Ал енді бір адамдар айтады, мен жаңағы ауадан ақ семіре беремін дейді, бұл да установка. Установкадан болуы мүмкін. Примерно, да? Аффирмацияға сенбей, тек Аллаға сену керек деген миымда. Тек қана Аллаға сенеміз. Аффирмация дегеніміз не? Аффирмация деген Аллах тағала айтып тұр ғой, сөзде сиқыр бар дейді. Жақсы сөйле, болмаса үндеме. Алла бұйырып тұр, жақсы сөйле деп тұр. Онда неге сіз жақсы сөйлемейсіз? Аффирмация дегеніміз жақсы сөйлеу. Сабақтарыңызда нәтиже бар, шүкір дейді. Тамаша қыздар екен. Айнұр ханым, сіздің сабаққа қатыстым, жай ғана мұғалім едім. Қазір өзімнің курстарымды ашып жатырмын, айына 2-3 миллион чек жасап отырмын. Ретритті сатып алдым, қайырлы білім болсын. Амин, амин, амин қыздар, қайырлы білім болсын. Оффлайн бағасы қанша, елі жеке продукқа қанша? Мен оффлайн разборға ешкімді алмаймын. Оффлайн ретритке ешкімді алмаймын. Алматыға, Ақтауға, Шымкентке, Астанаға 4 қалаға барам, және плюс Семейге барам деп тұрмын. Одан кейін мен Нөкіске барам деп ойлап тұрмын, и Бішкекке. Осы қалаларға, осы ретрит сабағына қатысқандарды ғана аламын, басқаларды алмаймыз. Жеке разбордың бағасы онлайн 300 мың, оффлайн 400 мың. 300 мың теңгеге жеке разбор алмаңыздар. Өйткені жеке разбор 1,5 сағат болады, не туда, не сюда болып қаласыздар. Одан да 100 мың теңгеге ретрит сабағын сатып алып, 3 күн азаннан кешке шейін қатысыңыздар. Егер маған 3 күн қатыстым, маған дым көмектескен жоқ десеңіз, үстінен мен сізге сол 100 мың теңгеңіз минус етіп уақыт тастайын, ары қарай жеке разборға келе бересіз. Но я отвечаю, сол 100 мың теңгемен Алла нәсіп етсе, сіздің сұрақтарыңыз сол жерден шешіледі. Понимаете? Сол жерден шешіліп қалады, Алла нәсіп етсе. Жұмысым ұнамайды, шыққым келеді, кеңес, пока шықпаймыз. Пока осы неге қатысамыз. Пока шықпаймыз, пока ретрит сабағына қатысайық. 755 адам дейді мына жақта. Түнгі сағат 1 болып қалды. Мынау TikTok түнге қарай қызып кетті ма, немене бәле болып кетті? Айнұр әпке, неге бала түсіп қалады, қай жерде қате? Сізге жеке разборға келу керек. Сізге келу керек уже. Потому что бала деген это байлық, бұл үлкен қателіктердің алдын алады. Бала түсіп қала береді деген не деген сөз? Менің маткам, менің жатырым баланы қабылдамай тұр.
мен қабылдамай тұрмын. Не үшін? Баладан қандай қателік, қорқыныш көріп тұрсыз? Бала ауру болып қалады деп қорқасыз ба? Ертең баламен сыналған кімді білесіз? Баласы өліп қалып қайғырған кімді білесіз? Сол балаға байланысты бала кезіңіздегі неправильный бір программа бар. Ну, я вам советую пока ретритке қатысыңыз. Ретриттен егер таппасаңыз жеке разборға келесіз. Но уақыт жоғалтпаңыз. Балам түсіп қалады деп жүре бермеңіз. Бала көтере алмай жүрген әйелдер уақыт жоғалтып жүре бермеңіздер. Ал жұмыс таппай жүрсіз ба? Жүре бергенше 100 мың теңгеге осы сабаққа қатысыңыз. 100 мың теңге сабаққа қатысып, сіз 1 миллион теңгелік жұмыс табасыз, Алла нәсіп етсе. В исламе есть, чтобы слушать можно, но я себя так не чувствую уверенной, дейді. Ограничивает меня. Мы в селе, дейді. Когда я уверенно разговариваю, я сама говорю сразу на лицо людям, а они меня за это не понимают, дейді. То, что меня понимают или не понимают, это ихние проблемы. А если меня это смущает, это уже моя проблема, понимаете? Проблема где у меня? Қай возраста? Ретритке қатысатындар 2 күн 3 күн боласыздар. Бірінші не керек? Бірінші дәптер, жаңа дәптер, обязательно жаңа дәптер, ручка керек. 17 жастағы қызым тыңдамайды, не істеймін дейді. Ретритке өзіңіз қатысыңыз. Қызыңыз қатысса вообще огонь болады. Обязательно қатысып көрсінші қыз. Кімнің мамасымен отношениесі жаман болыпты, сол кісілер қатысса болады. Бұтын 3 мың теңгеден біз 3 сағат сабақ өтетінбіз. Қазір мен 100 мың теңгеге 18 сағат азаннан кешке дейін 3 күн өтемін. Енді қараңыздар, дәптер қалам алыңыздар, обязательно. Одан кейін мақсаттар жазамыз бірге. Одан кейін проработка болады. Өтірік оқитын сияқты өзінің сұрағына өзі жауап беретін. Вот сізді оқыдым. Қараңыздар, ретритке қатысатындар өзіңіздің 3 жас пен 13 жас аралығындағы фотоларыңыз, 2-3 фото болса тіпті жақсы, фотоларыңызды қолдарыңызға алып алыңыздар. Фото керек, дәптер, қалам керек. Одан кейін пижамамен отқандарыңыз дұрыс. Одан кейін обязательно макияж болмасын беттеріңізде. Макияж болмасын категорически. Қастарыңызда тек қана суық су болсын, болды. Рахмет, қатысамын, жұмыс таппай жүрмін. Алла нәсіп етсе сізге. Жұмыс таппай жүрмін емес, мен өзімді таппай жүрмін ғой. Өзімнің қолымнан не келетінді білмей жүрмін. Маған мына жұмыс қараңызшы, неге мен жұмысқа барам, мені алмайды? Неге мені алмайды? Өйткені менің миымда қорқыныш бар, мені алмайды деген. Мен сеніммен барсам, мені алады. Вот осы сенімді ертең біз іздеп көреміз. Үйде блокнот көп жазып шаршадық, я түсінеміз деді. Блокнот көп мақсаттарды жазып шаршадыңыздар. Бірақ сіздер проработкадан кейін жазып көріңіздерші енді. Бір мен тыңдап көріңізші. Ертең біз 2 күн проработка жасаймыз, 3-ші күн жазамыз. Айнұр ханым, жолдасымен на ровном месте ұрысып қала береміз дейді. Мама папаңыз көп ұрысатын беді? От кого? Программа. Еркекпен жаңағы ыдыс-аяқ сылдырламайтын отбасы болмайды дегенді кім айтты сізге? Любой семьяда ұрыс керіс болады дегенді кім айтты? 3 рет ажырастым. Күйеуге шығуға мүлдем масқара деп жүрмін. Жасым 38-де, не істерін білмеймін дейді. Ретритке қатыс десем тағы тыңдамайсыз. Қатыспа десеңіз өзіңіз, мен білмеймін, басқа не айтамын. Апам екеуміз қатыссақ бөліп төлейміз бе, әлде 200 мың? Апаңыз екеуіңіз қатыссаңыз 50 мың теңгеден болады шығар, 100 мың болады. Апаңыз екеуіңіз бір экраннан отырсаңыздар болғаны. Осы ретритке қатысқандарды біз Алматы, Астана, Шымкент, Ақтау, Семей, Ақтөбе, осы 6 қалада офлайн тағы да жинаймыз. Менің жазған мақсаттарым орындалып жүр, но үй, машина әлі алмадым. Путешествие бұйырса барамыз дейді. Тиктокта жастар отырады ғой. Айнұр ханым, 2021 жылы сіздің сабақтарға қатысқанмын. Қазір 2 пәтерім, 1 машинам бар. Қалай алғанды өзімде түсінбей қалдым. Қуаныштың. Айнұр әпше ретрит қай күні болады? 2-сі 3-ші 4-ші январ. Онлайн болады, азаннан кешке дейін болады. Сразу айтып қояйын. Мен сіздің түпсана ғажайып 28 күн барлығына қатысқанмын. Ең бірінші менде өзінен өзі салмақ кетіп бастады. Неден екенін өзімде түсінбей қалдым. Қазір менің результатым ешкімге ренжімейтін. Ну, салмағы обидамен кетіп қалған ғой. Обидамен кетіп қалған ғой. Обида тоже тяжесть қой, ауыр ғой. Жеке разборға қалай түссек болады? Жеке разбор пока уақытым жоқ, честно қыздар. Онлайнда, офлайнда уақытым жоқ. Алдыңғы жылы олды болсам деп жазған едім, сол орындалды дейді. Стамбулда кездесуге болады.
Так, номерді тағы бір рет айтайын. Ретветке қатысатын 8702 237 99 41. Ретветке офлайн 2 адамға төлейміз ба дейді. Ойбай, 2 адам емес, ретветке онлайн 1 адамға төлейсіз 100 000 теңге. 100 000 теңгемен 4 адам қатыссаңыз да болады, 10 адам қатыссаңыз да болады. 100 000 теңге. 8702 237 99 41 жазып алдыңыздар, иә. Айнұр ханым, мен Ақтаудағы ретветке қатысқан болатымын. Чегім сразу өсіп кетті. Енді күйеуім екеуміз осы ретветке қатысақ болады. Я хотела и не могла уйти сама с работы, потом ушла в декрет дейді. Вот, пожалуйста, дейді. Ретвет алдым, шүкір чегімді 3xs'ге көбейткім келеді дейді. Қуаныштымын. Жасым 40-та, папаммен қарым-қатынасым өте нашар, на ровном месте сөйлей береді дейді. Ну, адам болғасын сөйлейді ғой. Өзіңіз шатшақ қалмайсыз. Соны ойлап тұрмын енді. 3 күн сөйлеу, енді бірақ офлайнда сөйлеп жүрдік қой. Онлайнда да солай болатын шығар деп ойлап тұрмын. Алла қаласа. Кек сақтап аламын дейді. Ешкімді кешірмеймін дейді. Алып тастай алмаймын, ұмытпай жібермеймін, не істеймін. Потому что кешіріп жіберсем сол адамға кімге, кішкентай ғана қыз ғой бұл. Кішкентай ғана сіз кімге наказать еткісі келіп тұр. Кешіру дегеннің өзі наказаниядан құтылып кету сияқты деп ойлайсыз. На самом деле ойлаңызшы, сіз кімге ренжіп жүрсіз? Ол адам дымы кеткен жоқ, ол нормально жүр, кайфовать етіп. Сіз өз-өзіңізді наказать етіп жатсыз ғой, өз-өзіңізді наказать етіп жатсыз. Вы не его наказываете, вы себя наказываете. Сәулет болады деп қалады елге. 20 жасымнан 50 килограммын, қазір 47-м, сол салмақта тұрмын әлі. Ну, это установка тоже. Мен өзгермеймін, мен семірмеймін, арықтамаймын. Бір салмақты тоқтап тұрам. Я работала в школе, потому что папа мной гордится. Мен папамның өмірін сүріп жатырмын. Папам мақтанады. Папам жақсы көріп мен мұғалім болған. Поэтому папамның өмірін. Мен өзім не қалаймын? Нұргүл не қалайды? Динара не қалайды? Динара шаштараз болғысы келді ма? Визажист болғысы келді ма? Әнші болғысы келді ма? Өзімнің өмірім, өзімнің қалауым қайда? Арман мақсатым қайда? 8702 237 99 41. Так, қымбатты достар, мен барлықтарыңызбен қоштасайын. Түнгі сағат 12-1